кірді ме уже? Қазір адамдар кішкене қосты. Оны ютубыда негізі қазір мен соңғы жағына келіп қалдық негізі эфир. Мен де шаршап қалдым жа. Мен телефон не екен ғой, стек кірамайды екен. Чуть может анау өзінің лайығы бар. О, тема болып тұр ғой, качествосы. Әдемі. Қатып отыр екен бұрай, что-то. Бұл неден емес пе екен, ноттан емес пе екен, или қалай? Қатпай қалды қазір. Бұл все нормально. Ал, чат, бізде эфирдің соңына келіп қалдық. Мен қазір өзім твичімді өшіремін. Алдыңғы эфир сақталды ма, сақталған жоқ па білмеймін. Бірақ айтайын дегенім, барынша осылай көбірек кіруге тырысамыз эфирға енді. Және де бүгінгі эфирде тыңдатылған әндер сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сосын Өзбекстанға сапарымыз егер точно шешсек барамыз деп сіздерге айтамын позже. Қататын жоқ, журналмен әдемі. Міне адамдар қайтып қосып отырған, қатып отыр. Мен чатты ашып қоя салайын, иә? Мына жерде чат бар ғой. Хоп. Қазір телефонмен тема көрмейді. Бұнда 05 дейтін жоқ сияқты ғой да, телефонда? Жоқ. Емжен сүріп Мен тұр ғой чат. Давай мен чатты оқып жауап берейін. Садыр сен битва экстрасенста күтеміз дейді. Мен примерно білдім, короче. Мен жақын сүрейін. Примерно білдім. Өйткені реакциясынан біліп қойдым ба, шешіп қойдым. Үйгенде дұрыс таптым ғой, мен кроликті нейді. Так, Садырайдың бойын қанша дейді, 180 сияқты, 182, может 5 ба, білмеймін. Сол 181 демсе. Тағы не айтам. Бүгінгі негізі эфир ұнады деп ойлаймын. Қараш телефонмен күшкі тұр. Бүгінгі эфир ұнады деп ойлаймын. Мен енді бұл жерге гость болып келдім. Негізі Нұрдәулеттің твичіне болу керек болған эфир. Бірақ мен өзімде твичқа біраз шықпадым ғой, мен аккаунтынан кринж деп сұрадым да. Сонда бай деді, сосын кірдім. Махаббаттың тарихы қалай шықты? Махаббат әнін айта кететін болсам, жарық болса екен. Махаббат әнінің шығу тарихы ол алдыңғы жылы январь немесе февраль айында шықты Махаббат әні. Ол түнгі сағат 4-5-терде, может 1-2-лерде шыққан ән. Осылай студияда отырып, компьютердің алдында отырып, ойыма бір әуен келді, соны дереу телефоныма жазып алдым да. Нұржан деген досым бар, соған студиясына барып, хабарласып, как раз сояқта екен, сояқта гитарасын жазып, аяқ асты демо құрадық. Содан кейін ол ән ұзақ жатты. Біраз текстарын ауыстырдық. Сосын Рамазан деген досым бар, ол екеуміз текстін қарап отырып. Ол махаббатым мұндай сөздері тақырыбы бар еді, бірақ қате жерлері көп еді. Яғни ауыстыру керек. Үйтіп ауыстырып келе, бірақ мағынасы, түпнұсқасы, махаббат жайлы, қимас махаббат, оның бәрі қалды. Соңғы нұсқасында өздеріңіз көріп отқандай ұнады деп ойлаймын. Маған өзіме бейнебаян, ән қатты ұнайды. Ал Айға қараптың екінші версиясы деп жазып жатқан адамдарға келсем, себебі оның басты мақсатым менің Айға қарап ол сондай қыз бен жігіттің арасындағы жүріп жүрген кездегі деп айтсақ та болады, сезімдері, көңілді, өзіңді ойлай берем Айға. Ал мынау как продолжение сияқты уже екеуінің айырылысқан кезіндегі қимастық махаббаты десек те болады. Солай. Ал кино болды клип дейді. Рахмет. Мен өзіме қатты ұнады шынымен. Нью-Йоркқа барған ең бірінші клипіміз Америкадағы. Ән тыңдағандай подписчиктардың әндерін тыңдауға болады ма? Негізі болады. Қазір бірақ ол үшін
Ол үшін меніңше бөлек стрим жасау керек. Қазір үлгермейміз. Бөлек стрим жасап, бұл жерде біз бір почтама жанындағы адамдардың біреуін немесе менеджер жазамыз. Сол жерге өздеріңіздің демоларыңызды серьезный тыңдап, енді біз баға беретін бір андай не емеспіз, бірақ тыңдап эфирда танытуға болады. Себебі еркіндік. Походу, я мындан көрмей қалды уже. Жүрді. Қатып атыр. Все нормально. Тур болмай ма дейді. Тур жайында, концерт жайында жаңа мен өз ойымды айттым. Келесі жылы Алла қаласа сол айтқан идеямды өзімнің ішімдегі іске асыруға Алла нәсіп етсін. Қатып қалып жатсың ғой дейді. Сетте көп адам тұрасыз. Иә, мен еще өзім интернетіме отырмын, айфонмен отырмын. Бірақ маған телефон качествосы ұнап тұр. Маған дейді, телефон, короче, андай не береді. Бірақ бағанағы ар жақта жүрген камераң особенно мені не істемейді. Объективтан ба, может. Қатты райцелі. Есіне батырмын үші. Смотрю, ұйықташы дейді. Я, мен қазір сәл отырайын да, пока деп, балдарға бәріне шығып, үйге барып ұйықтайын. Жангүлім, сәлем, қалайсың? Саған сәлем, Садрадин мен. Жаңа қашан шығады дейді. Қайсан? Примерно сөзін жассан. Таңғы 6 мен тағы үйде емеспін деген ол мүмкін бір сондай фристайл тректардан EP-ма шығарып, егер гоу шығар десеңіздер, мен негізі оны өзіме тыңдауға, жай ғана балдарға тыңдатып, осылай эфирға сондайға жазғам. Егер де ұнап шығару керек десеңіздер, тағы да сондай әндерді жинап, кешірім сұраймын, эфирда, сондай әндерді жинап, EP-шқа қылып шығаруға болады. Америкада клип түсіресің бе? Америкаға барғанда я ой бар, себебі ана жақта көптеген жаңа локация деген сияқты, көптеген жақта мықты адамдар бар түсіретін клипті. Әрине, мен осы декабрьде тағы барым деп отыр. Барып, көріп. Блог түсіреміз Америкада. Америкада блог түсіреміз. Қаласа. Не етіп отыр? Андро мен фит қашан шығады дейді. Құдай қаласа шығады. Таңғы 6-ны шығарыңызшы дейді. Таңғы 6-ны ма? Все, давайте. Шығарың дейді. Бір адам жазды. Ремень наконец дейді. Мен неге айтайын ба ремень тақпайтынымды? Түсіндірейін ба? Мен ремень неге тақпаймын? Точнее тақпадым, себебі мектеп кезінен бастап маған ұнамайды ремень деген. Өйткені рубашканы саласың, салған кезде андай болып тұрады. Түсіндіре алмаймын, андай бүйтіп неприятно болып тұрады. Сосын мен ремень тақпай кеткенмін. И мен шалбарларымды да байқасаңыздар, баяғыда мен салбыратып кетемін. Білмеймін. Мысалы, кәдімгі классический шалбар болса да сәл түсіп тұрады да, андай өзі. Мына жерге келіп өзі түспей тіреліп қалады. И менде сол привычка болып кеткен. Потом үйрендім, короче, ремень. Баяғыда ұнамайтын ол ремень. Қазір стильно әдемі көрінеді екен, оказывается. Ұнап болды соны. Не айтып жатыр? Мен наяққа қарап отқан себебім телевизордан чатты оқып отырмын. Сол өлең толық шығарсыз дейді. Хорошо. Хорошо. Фонгты тоже шығарсыз дейді. Болады негізі бір-екі сағыда сондай әндер бар, негізі жатқан. Сет қуған сияқты. Сол EP қылып шығаруға болады. Петропавлға концерт беретін ойыңыз бар ма дейді. Не айтып отыр? Сәлем.
өшіртсеңдер болды ма? Төбесіне апарасың. Қазір тұрған төбесіне апарып жүрейін. Қайтайын үйге. Камера. Компьютерный камера. Все. Қанша болды сағат уже? Ұйықтайын мен. Бұны ауыстырды ғой, 8-де тұрып жүрмін. телефоннан өшірдің бе? Ертең маған лечениеге бару керек. Сіздерге айтарым. Осы жасқа келіп түсінгенімді айтайын. Ол жақындарыңызға қатты және қалай способный болу керек адам деген менің ойымша. Қатты жатыр дейді. Иә, түсініктім. Айқайды қосып аламын. Сен телефондан көрші, настройка қалай қатып отыр. Мынандай болып қатып тұр ғой, дұрыс қой, иә? Звуктас естілмей, иә? Көзгімен. Енді нормально сияқты. Wi-Fi-дан дұрыс ма? Давай айта берейін. Сабақты жақсы оқу керек. Кішкентай кездеріңізден армандарыңызды қойыңыздар. Мысалы, мен кім боламын, өскенде кім боламын. Ол жұмыс маған ұнайды ма? Егер сізге ұнайтын жұмыс болса, сол жұмысты цель қылып қойып, соған қарай барыңыздар. Және айтқым келетіні, ағылшын тілін және де оған қоса Қытай тілін үйренсеңіздер, болашақта менің ойым өте қатты керек болады. Жұмыстарыңызда да мен мысалы мектеп кезден бастап сабағымды оқитын базовый сабақтарды жақсы оқыдым. Бірақ мен көп көңілімді әнге арнадым, вокалға арнадым. Бірақ әрине соның жемісін қазір көріп отыр, Құдайға шүкір. Сол сияқты сіздер де соған параллельно ағылшын егер Қытай тілдерін дамытатын болсаңыздар, болашақта өте қатты керек болады. Солай, менің түсінген ойым. Сабақты жақсы оқу керек. Жақындарыңыздың, мама-папаларының айтқанын тыңдау керек. Олар өйткені біледі сізге не керек екенін. Бірақ тыңдағанда да қалай? Өзіңіздің ішкі чуйкаңыз болады мысалы. Вот мен ертең мысалы қазір балдардан сұрасаң, мынадан кіру керек еді негізі. Кім боласың десе, бизнесмен боламын дейді. Бизнес деген қалай ол? Ол үшін сен жаңа айтып өткен тіл білу керек. Адамдармен қарым-қатынас жүргізіп білу керек. Оның бәрін сол кішкентай кезден бастап дамыту керек. Себебі сіздер уақыт жоғалтпайсыздар. Уақыт. Қараңыз. Мен көп қатарластарымды білемін. Олар оқу бітіреді, бәрін бітірген кезде барып осознанно ойлайды. Так, мен оказывается, мамандық маған болмайды екен, немесе мен бизнеспен айналсам, мен полиция боламын деген. Уже өскен кезде уже уақыт қысқа болады. Сіздің жасыңыз уже оқу бітіргенде 22-20-да болады дегенше. 20 жасар бала уже Все, болды. күшті әңгіме айтып отырмын. 20 жасар бала уже кешігеді менің ойым. Сол үшін 13, 11, 10 жастарынан бастап адам бәрін үйрену керек. Сол кезде жаңағындай оқу бітірдіңіздер, уже сіздер үлкен өмірге дайын болып келесіздер. Сен де твичтесің ба? Бағана қосып тұрдым еще. Сондай ма? Осылай әкім келді. Әкім халқына жақын дейді. Солай. Не қойса телефон тұрады, былай сөйлесең, не алға қарап отыр. Чатқа қарап отырмын ғой, өзім әдемі отырмын. Отыра берейінші. Солай менің ойым, сіздер де денсаулықтарыңызға қараңыздар, сосын затты жей бермеңіздер. Мен мысалы жаңа дәм көруге ғана іштім, негізі андай не. Соның бәрі екі жаққа екеуміз эфир жүргізейік онда. Эфирдің өзін бөлісіп жүргізсек онда қазақ болғанбыз. Келте берейін онда. Адамдар яқта қарап отыр ма? Өзің яқа отырып жүргізесің. Ағылшын оқып жүрсің бе? Давай бір энергия тұрып түсірші онда. Чатқа ашып жүреді. Бірден қосаса болды, қосылады фишілер. Басып бар. Басасыздан қосылады. Ана өшіп шықсаң яқтан қосылады. Бір-екі басасыздан ба? Көзір астына шақыр жазайын. Жәке! Басайын ба өшеді? Твичін қос жерге бола ма?